Сәлем достар! Достар, бүгін біз жыл мезгілдерімен танысамыз. Әр мезгілде не болады? Не киеміз? Не ойнаймыз? Бәрін мен сендерге айтып беремін. Ал ендеше достар, біз бастаймыз. Қазір қыс мезгілі. Қыста қар жауады. Күн аяз болады. Жердегі сулар мұзға айналады. Достар, сондықтан біз қыста қалың киінеміз. Мысалы, бас киім, куртка, қолғап, қыстық аяқ киім, қалың шалбар. Қыста біз шанамен ойнаймыз, шаңғы тебеміз, коньки тебеміз. Ең қызығы, қара түсіп ойнаймыз. Қыс мезгілінің айлары желтоқсан, қаңтар, 3-ші айы ақпан. Алақай достар, қар еріп, күн жылып, көктем келді. Ағаштар бүршік жарып, гүлдер өсті, құстар қайта келді. Көктемде біз жеңіл киімдер кие бастаймыз. Жеңіл куртка, спорт аяқ киімі, жеңіл бас киім. Күн күркіреп, жаңбыр жауып, көктемде табиғат оянады. Көктем айлары наурыз, сәуір, мамыр. Ура, достар, жаз келді. Достар, сендер білесіңдер ме? Жазда күн өте ыстық. Жаз мезгілінде біз өте жеңіл киінеміз. Мысалы, жеңіл көйлек, шорты, футболка, күннен қорғайтын шляпа, көзілдірік, сандали. Достар, жазда біз шомыламыз, серуендейміз, аулада ойнаймыз, балмұздақ жейміз, ауылға атамен әжемен қыдырамыз. Жаз айлары маусым, шілде, тамыз. Достар, алтын күз келді. Ағаштардың жапырағы сары, қызыл, қоңыр түске боялып, жерге түседі. Жауын көп жауады. Дала алтын күзге айналады. Күзде күн салқында жылы киіне бастаймыз. Мысалы, жеңіл куртка, күздік етік, күздік бас киім. Күзде біз мектепке барамыз. Жапырақ жинаймыз, жаңбыр астында серуендейміз. Жаңбырдан қорғану үшін қолшатыр ұстаймыз. Қысқа дайындалу үшін егін жинаймыз. Күз айлары қыркүйек, қазан, қараша. Достар, бүгін біз 4 жыл мезгілдерін үйрендік. Қыс, көктем, жаз, күз. Әр мезгіл ерекше және қызықты. Достар, ең бастысы арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Томи ТВ арнасында келесі кездескенше сау болыңыздар.